Балалар, біз қандай тақырыппен танысқан едік? Дұрыс айтасыңдар, сан есіммен таныстық. Бүгін сан есім туралы өтеміз. Сан есім есептік және реттік болып екіге бөлінеді. Егер де сан есімге қанша, неше деген сұрақтар қойсақ, онда ол есептік сан есім деп аталады. Мысалы, 2, 6, 7. Ал нешінші сұрағын қойсаң, онда ол реттік сан есім деп аталады. Мысалы, 2, 6. Түбіргейінде тұрған сан есімге ыншы, інші, ыншы жұрнақтарын жалғасақ, онда ол бізде реттік сан есім болады. Мысалы, 1 інші, 4 інші, нешінші, бірінші. Бұл бізде реттік сан есім. Есептік сан есім мен реттік сан есімді қалай ажыратамыз? Есептік сан есім түбіргейінде болады. Мысалы, 2, 3, 5. Реттік сан есімге ыншы, інші деген жұрнақтар жалғанады. Мысалы, 1, 6, 7. Осы бойынша ойын ойнап көрейік. Қанша, неше сұрақтарына жауап беретін сөздерді бір бөлек, нешінші сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтастыр. Жаттығуларға кезек берейік. 35-ші жаттығу: мәтінді оқы. Таза бұлақ мәтінін оқып, берілген сұрақтарға өз бетіңмен жауап беріп көр. Балалар, мәтіндегі қарамен берілген сан есімдерді салыстыр. Бұлардың бір-бірінен өзгешелігі неде деп ойлайсың? Есептік және реттік сан есімге берілген ережені жазып ал. 37-ші жаттығуға назар аударамыз. Берілген реттік сан есімдерді сөз құрамына талда. Балалар, 36-ші жаттығу үй тапсырмасы. Онда сіздер мәтінді көркем жазып сан есімдерді тауып, есептік немесе реттік екенін ажыратасыңдар. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.